Бүгін Қазақстан Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары Өмірзақ Шөкеев бастаған комиссия Жаңаөзен қаласына келді. Сапар барысында комиссия мүшелері оқиғадан зардап шеккен ғимараттарды көріп, жергілікті комендант штабында болды. Сондай-ақ Өмірзақ Шөкеев Жаңаөзен қаласының тұрғындарымен кездесті. Кездесу барысында болған оқиғалардан кейін қалыптасқан жағдайды ретке келтіру жұмыстарының толықтай жүзеге асырылатыны мәлімделді. Сонымен қатар кездесу кезінде Жаңаөзен халқының тәуелсіздік күні болған тәртіпсіздіктерді қолдамайтыны мәлім болды. Бұған қоса Өмірзақ Шөкеев комиссия мүшелері өңірдегі мұнай өндірісінің тоқтаусыз қызмет етуіне қажетті шаралар қабылданатынын мәлімдеді. Жаңаөзен қаласында ел тұрғындарының өміріне қажетті барлық қауіпсіздік шаралары қамтамасыз етілген. Барлық жерлерде полиция қызметкерлері кезекшілік қызмет атқаруда. Комиссия қызметті алдағы сейсенбі, яғни 20 желтоқсанға дейін Жаңаөзен қаласында атқаратын болады. Одан кейін 20 желтоқсан күні Қазақстан Республикасы үкіметінің селекторлық мәжілісінде Жаңаөзен мәселесі қаралады. Ол бойынша Жаңаөзенмен тікелей байланыс орнатылады. Өртенген автокөліктер мен есік терезесі сынған дүкендер Жаңаөзендегі төтенше оқиғаның айғақтары. Жергілікті әкімдік өкілдерінің айтуынша 40-тан астам ғимарат бұзылған. Мемлекеттік нысандар мен жекеменшіктің мүлігіне нұқсан келді. Оқиғаны көзбен көрген куәгерлер бүлікшілердің ішінде 16 мен 30 жас аралығындағы жастардың көп болғанын айтады. Бірінші потоп полностью ішін кіріп, шағып, алатындарын алып, телевизор болсын, барлық техниканың алып бергенше алды. Камера, фотоаппарат, ноутбук барлығы көтере алғанша. Ішінде әйел адамдар да жүр бәрі. Мародерство полностью, там барлығы жүр. Адам көп болды. Оқиға кезінде қаланың бейбіт тұрғындары да жарақат алып, ауруханаларға 75 адам жатқызылды. Дәрігерлер оларға тиісті медициналық көмек көрсетуде. Ал 20-дан астам адам Маңғыстау облысының орталық ауруханасына жеткізілді. Біздер кеше 117 адам апардық, оның ішінде 52-сі сол алаңнан келген. Көбі жаңағы огнестрельное ранение деп айтамыз ғой, оқ тиген. Наразы топ дәрігерлердің жұмысына да кедергі келтірген. Мына оқиға болғаннан кейін біздің службамызға көп зиян келді. Себебі біздер шақыртуларға бара алмай, шыққан машиналарымызға тас лақтырып, 3 машинамыздың әйнектерін сындырып шағып, сол біздің бригада мүшелері шақыртуға бармаймыз деп отказ бердік. Сондықтан мен кеше сағат 12-ден бастап таңертеңге дейін шақыртуды тоқтатып қойдым. Себебі жаңағыдай жағдай біздің қызметкерлердің өміріне қауіп төнгеннен кейін. Оқиға болған күні еліміздің бас прокуроры Асхат Дауылбаев мәлімдеме жасады. Тәртіпсіздіктерді ұйымдастырушыларға заң алдындағы жауапкершілік туралы ескертіп, бүлікті тоқтатуға шақырды. Қоғамдық тәртіпті өрескел бұзушылар бейбіт тұрғындарды ұрып соғып, алаңның маңындағы автокөліктерді сындыра бастаған. Құқық қорғау органдарының заңсыз әрекеттерді тоқтату туралы талаптарына олар қаруды алып қою мақсатында полицейлерге шабуыл жасап, оқ атып, суық қаруды қолданған. 86 адам түрлі жарақат алып, оны қаза тапты. Кеше Астанада бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков осылай деп хабарлады. Жарақат алып, ауруханаға түскендердің 6-ы полиция қызметкерлері, 4 адам жансақтау бөлімінде жатыр. Жалпылай алғанда, тәртіпсіздіктер нәтижесінде 46 объектілер тоналып өртелген. Оның ішінде 8 банк объектілері, банкоматтар мен банктер, Халық банк офисі мен Альянс банкының филиалы, 20 дүкен, оның ішінде қаладағы ең ірі дүкендер болып табылатын Сұлпақ сауда орталығы мен Атлант сауда үйі, 2 кафе, 1 нотариалдық контора, 2 ломбард, 2 әкімдік ғимараты, Жаңаөзен қаласының әкімдігі мен Теңге кентінің әкімдігі, 1 фотосалон, полицияның 2 бекеті, Аруана қонақ үйі, Өзенмұнайгаз компаниясының ғимараты, 3 жекеменшік үй, 20-дан астам автокөліктер өртелген және зақымдалған. Сахна, киіз үйлер, музыкалық аппаратура және орталық алаңдағы жаңа жыл шыршасы жойылған. Қазіргі кезге жаппай тәртіпсіздіктер мен талаушылыққа қатысқан 70 адам ұсталды. Тәртіпсіздіктерге белсенді қатысушылардың тұлғалары анықталып, оларды ұстау бойынша қажетті шаралар қабылдануда. Алдын ала есеп бойынша төтенше оқиғаның шығыны 100 миллион теңгені құрайды. Енді Жаңаөзеннің әлеуметтік экономикалық дамуына бөлінген мемлекеттік қаржы қаланы қалыпқа келтіруге жұмсалады. Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев тәртіпсіздікке барғандар жазаланады деді. Мен облыс әкімі ретінде және жергілікті билік атынан ішкі істер органдарының қазір қызметкерлерінің жанкүйерлік еңбектерін атап өткім келеді. Және қазір Жаңаөзен қаласында тиісті тәртіп орнатылуда. Барлық күш бұл
қаладағы тұрақтылықты қамтамасыз етуге жетеді. Дархан Абдуахит және Денис Онищенко, Жеті күн.